Баршаңызға сәлем, сіздермен кино әлемі. Қазір сіздер «Добрый сынок» фильмінің қысқаша баяндамасын естисіздер. Давай, за них ты умрешь от рака. Все равно умирать рано или поздно. 12 жасар Марка әкесі оны ауруханаға апару үшін жақындамайынша футбол ойнап жатты. Балақайдың анасы өлім аузында жатыр. Бұл олардың соңғы кездесулері. Жерлеуден кейін Марканың көкесі Джекті баласын оған жіберуіне көндіреді. Ағасы Токиодағы маңызды келісімшартын аяқтауы үшін. Марк өзіне жабылып алды. Ол болған жайтқа мойынсұна алар емес. Паромда ол әкесімен бірге Мэн штатындағы қарлы қалашыққа жүзіп келеді. Уоллестің отбасы үлкен 3 қабатты үйде өмір сүреді. Кішкентай Кони Марканы ішке сүйреді. Онда оны Сьюзан тәтесі жылулықпен құшақтады. Жоғарыдан бұзақы жігіт Генри түсті және бөлесіне қорқынышты бетпердені сыйға тартты. Балалар лезде ортақ тіл тапты. Қатарластарының қасында Марктың көңіл күйі бірден орнына келді. Джек ұлын қалдырып бар жатқан үшін кешірім сұрайды және 2 аптадан кейін оралуға уәде береді. Ерте таңымен Генри Марканы оятып далада ойнауға шақырды. Бірақ мейірбан Сьюзан інісі таңғы асын ішпейінше оны ешқайда жібермейді. Генри бірден ағашқа соғылған жоғарыдағы үйшігімен мақтануды шешті. Балақайлар оған шығамын дегенше ентігіп қалды. Кенеттен Марканың астындағы бұтақ сынып кетті, ал Генри оның қолынан ұстап үлгерді. Кішкене ойланғасын Генри бөлесін жоғарға тартты. Содан кейін басбұзарлар баспанаға келіп, дәл осы жерде терезелерді таспен сындыруға кірісті. Оларды ол жерден қуып жібергенде бұзақылар зираттағы терең құдыққа жүгірді. Генридің бұл жерде темекілері жасырынып жатыр. Кішкене ойланғасын Марк азғыруға еріп, ол да тартып көрді. Генриге Марканың анасының қалай өлгені қызық. Оған жалпы өлім тақырыбы қызықты. Ол қонаққа оның туған бауыры батып кеткенде, оның толығымен көгілдір түске енгенін баяндайды. Оның анасы да солай қиналып өлген болар. Маркқа бұл әңгіме ұнамады және ол жынданып кетті. Генридің кешірім сұрауына тура келді. Келесі күні оның Маркты әуежайдағы әлдебір күзетшімен таныстырғысы келді. Ол қабаған төбет болып шықты. Енді ит үріп балақайларды қудалауда. Генри қақпаны соңғы сәтте жауып үлгерді. Енді тура иттің аузының алдында өзі үруде. Сьюзан күніге жартастың шетіне келіп, өзінің марқұм баласы Ричардты ойлайды. Тынышсыз бала досын өзінің сарайына сүйреді. Оған керемет өнер табыстарды көрсету үшін. Нысанасы бар күшті арбалет. Болт оқпанына орналастырылған. Енді Генри оны мысыққа көздеп тұр. Марк оған атпауын өтінеді, жай ғана қорқытуын. Болт мысықтың басының қасынан ұшып өтіп, ағашқа қадалды. Марк психологпен әңгімелесуге келді. Ол барлығына ашуланып жатқанын мойындайды. Сондай-ақ анасының өлуіне жол берген үшін өзін кінәлайтынын. Түнде оны қорқынышты түстер мазалайды. Оянғасын ол ақтағы әйелді ана деп атап, оның артынан ерді. Бірақ бұл әрине Сьюзан еді. Балақай анасы оның тәтесінің кейпінде оралды деп санайды. Анасы қалай асырап алған баласын құшақтап жатқанын Генри жоғарыдан бақылап тұр. Марк жиен қарындасымен де ойнайды. Ал Генри болса онымен дөрекі және оны ешқашан өзімен бірге ертпейді. Достар арбалетті кемежайға әкелді және енді нысананы іздеуде. Генри қаруды жүгіріп бар жатқан итке бұрды. Марк оның тоқтатуын өтінеді. Бірақ басбұзар атады да жануарды өлтіреді. Хотел попугать ее. Енді олар өлі төбетті зират арқылы сүйреуде және оны құдыққа тастайды. Генри тіпті бұл жөнінде әзілдеп үлгереді. Енді Марк өзінің тентек бөлесіне қауіптене қарайды. Пианинодан ол өзінің анасының суретін тапты. Балақай өзінің екінші анасын тәтесінен көреді. Сондай-ақ ол Ричардтың суретіне назар аударды. Марк енді бөлесінің артынан сарайға аса қуанышсыз барады. Ал жасөспірім тағы да жақсы емес дүниені ойлап тапты және Марканы қорқау мистер Харвимен таныстырады. Генри Харвиді бір жерге апаруға көмектесуін өтінді. Жігіттер көпірдің үстіне тоқтады. Төменге лақтырылған қорқау жаппай көлік апатын туғызды.
Әрбір жаңа соқтығысу жас психопаттың тек күлкісін келтіреді. Енді достар қылмыс орнынан бүкіл аяқтарымен қашып бар жатыр. Оларға қарама-қарсы полицей көліктері келе жатыр. Сондықтан олардың құбырға тығылуларына тура келді. Марк досының қалайша мұны жасай алғанын түсіне алар емес. Неліктен ол әлдекімді өлтірмек болды. Сен қандай іш пыстырарлықсың деп Генри қарсы шығады. Сен әлі өмірде бәрін істеуге болатынын түсінбедің, және бұл үшін саған еш нәрсе болмайды. Кешкі жаңалықтарда жол апаты жөнінде баяндайды. Қуанышқа орай ешкім зардап шекпепті. Генри бұл Марканың жоспары болғаны туралы қалай өтірік айтатынын ойластырып қойды. Егер ол барлығын айтып берсе, бұның бәрі оның анасының өлімінен мыс. Кони Генридің бөлмесіне жүгіріп келді, және ол оның құлағынан ұстап, оны жазалауды шешті. Марк қызға араша түсті. Сонымен, егер оған оның қарындасы ұнайтын болса, онымен әлде бір жаман нәрсенің болуы мүмкін. Кез келген нәрсенің орын алуы мүмкін. Мысалы, Ричардқа болғандай. Марк енді Кониді қарап жүр, ал оның өзімен психолог әңгімелесуге келді. Балақайға адамдарды ненің қатыгез қылатыны қызықты. Әлдекімнің қорқынышты нәрсемен айналысып, бұның оған ұнайтындығын қалай түсінуге болады. Кешкісін Уоллес балаларға олар Сьюзанмен бірге ресторанға баратындарын ескертеді. Сондықтан олардың бірнеше уақытқа өздері болады. Генри алдап Марка Ричардтың бөлмесіне ауысқысы келіп жатқанын айтады. Осылайша ол анасын бөлесіне қарсы қоюда. Сьюзан баласының өлімін әлі соңына дейін қабылдай алған жоқ. Оның ешқандай затына тиісуге болмайды. Көңіл күйі түскен ол жылады да үстелден тұрып кетті. Әйел енді кішкентай ұлының бөлмесінде қайғыруда, ал Генри оның зардап шегулерінен ләззат алып жатыр. Балалар үйде жалғыз өздері қалды. Конидің бірден тығылыспақ ойнағысы келді, бірақ оны кім бірінші табады? Марк па, әлде жас маньяк па? Балақай жиенінің айқайын естіді, бірақ Генри оны жай ғана қытықтапты. Бірінші мүмкіндіктен ақ оның Маркпен бірге қалғысы келді, оның оған ертегі оқып беру үшін. Кони ұйықтап қалды. Генри тағы да қарындасына қалайда зиян келтіру мүмкін екенін тұспалдайды. Сондықтан Марк қыздың бөлмесінде түнеуге қалды, бірақ таңертең оны төсектен таппады. Төменде Сьюзан кезекті мәрте таусылып, ұлының өліміне өзін кінәлауда. Ол оның жалғыз өзін қараусыз қалдырыпты. Туыстарының әңгімесінен Марк Конидің ағасымен бірге сырғанауға кеткенін біледі, ал енді трагедияның алдын алу үшін орман арқылы желдетеді. Ол қарындасын жоғары жылдамдықпен әлде бір жаққа алып бар жатқан Генриді бірден байқады, ал енді оларды қуып жетуге тырысуда. Бірақ оның конькиі жоқ, сондықтан балақай үнемі тайып құлайды. Генри Кониді айналдырды да оның қолын жіберді. Салдарынан қыз жұқа мұз аймағына ұшып кетті. Кони аяғына тұрды, және оның аяғының астындағы мұз шытынай бастады. Тағы да бір сәт, және ол су астына батты. Генри оған қолын созады, бірақ бұл тек сыртқы көзге. Ол қарындасының да тура інісі секілді батып кеткенін қалайды. Нәтижесінде қыз мұздың астынан пайда болды. Бірақ осы сәтте жас маньяктың жоспарын бұза отырып, қолдарында күректер бар еркектер көмекке жүгірді. Мұзды сындырып, оны судан шығарды. Кони енді ауруханада жатыр. Марк енді үндемеуге болмайтынын түсінді. Сондықтан әдеттегідей шыңғалда мұңайып отырған Сьюзанға келді. Оның айтуынша орын алған жайттар кездейсоқ болмаған. Генри Кониді әтие итерді. Ол оны өлтірмек болды. Әйел інісінің бетінен ұрады, және ендігі әрі ешқашан бұлай айтпауын талап етті. Генри Конидің палатасына келіп жастыққа жармасады, оны тұншықтыру үшін. Сөйтсе, бұл жерде Сьюзан да отыр екен. Қарындасының оған не болғанын білуі екіталай екенін түсініп, Генридің көңілі толды және үйіне кетті. Марк әкесіне қоңырау шалып, Генридің қорқынышты тірліктері туралы баяндайды. Итті өлтіріп, қарындасын тұншықтырмақ болды. Шамасы баласының сөздерін тек ол ғана байсалдылықпен қабылдаған сияқты, және тезірек келуге уәде берді. Бұдан кейін Марк психологқа жүгіріп, оған тағы да барлығын айтып беруге тырысты. Бірақ оның қабылдауында Генри отырған еді. Жынды бала психологтың құлағына бөлесіне тұспалданған жалған ақпараттарын іліп үлгеріпті. Ол анасының өлімінен кейін өзін оғаш ұстаудамыз. Ал тағы оған Генри қауіпті секілді көрінеді. Маньяк қонақты ағаштағы үйшіктен табады. Ол өзінің жазасыздығына толықтай сенімді. Өз кезегінде Марк Генридің анасы оның да анасы екенін айтады. Ол оны ешқашан тастамауға уәде берген және Сьюзанның кейпінде оралған. Бұл мәлімдеме Генриді ерекше ашуландырды. Кониді үйге әкелді.
түнде екі ағасы да ұйықтай алар емес. Генри тамаққа әлдебір нәрсені қосқанын тұспалдайды. Дәл осы сәтте ол ата-анасының бөлмесіне жүгіреді және Марктың халі мүшкіл екенін айтады. Балақай тоңазытқыштан тапқан бүкіл тағамдарын суға жуып құртуда. Уоллес оны Ричардтың бөлмесіне алып кетті. Қонақтың кетуіне аз қалды. Джек бірер күннен соң оралатын болады. Генри қанағаттанған күлімсіреумен дәлізде тұр. Сьюзан күдік жұтып өзінің ұлының сарайына кіреді. Онда ол Ричардтың резеңке үйрегін табады. Баспанаға Генри де кірді. Анасы оның еш нәрсені мойындағысы келмейді ма екендігіне қызығушылық танытады. Сондай-ақ ол Ричардтың ойыншығын оның өлген күнінен бастап іздеп жүргенін айтады. Неліктен ол бұл жерде жатыр және ол оны қалай алды? Бірақ бұл ойыншық басында оған тиесілі болған және ол оны қайтаруын талап етеді. Генри үйрекке жабысып алды. Ашумен оны анасының қолынан тартып алды да қашып кетті. Егер ол анасына осындай қымбат болса, ол оны құдыққа лақтырады. Үйде ол сабырлы түрмен өзінің көз жасын сығып алды және ол өзінің анасын жоқтауға дайын екенін айтты. Дегенмен оған бір нәрсе болса да оған бәрібір. Өйткені ол енді Марканың анасы. Балақай қайшыны ұстайды да маньяктың мойнына тақайды. Қазір оны ол өлтіре алады. Онда қане алдыға. Бірақ бұл Сьюзанды қатты мұңайтады. Осы сәтте бөлмеге Уоллес көз салды және Генри көмек сұрап жалбарынды. Жынданған ер адам інісін бөлмеден шығарады және оны кабинетке қамап қояды. Терезеден Марка Генридің Сьюзанды әлдебір жаққа алып бар жатқанын көрді. Жігіт терезені сындырады және оларды қуып жетпек еді. Бірақ оны Уоллес тоқтатты. Алайда балақай шығып кете алды және орман арқылы жүгірді. Сьюзанның Ричард өлген кезде не болғанын білгісі келеді. Ал егер оны мен өлтірсемше деп жауап береді кішкентай маньяк. Мүмкін анасының одан құтылғысы келген болар, оның ұлын абақтыда ұстаулары үшін. Одан да менің өлгенім жақсы деді де Генри жартасқа жүгірді. Бірақ әйел оны ол жерден таппады. Айлакер шөптердің арасына тығылып қалыпты. Ол секретіндей ақмақ емес. Жүгіріп келіп Генри анасын жартасқа итерді. Ол сырғанай бастады, бірақ бұтаққа ілініп қалды. Балақай оның саудасын таспен аяқтауды шешті. Бірақ осы сәтте Марк жетіп үлгерді. Төбелес барысында екеуі жартастың ең шетіне домалады. Жігіттер төбелесіп жатқанда әйел қайта жоғарға шығалды. Жігіттер төменге құзғыды және құлайын деп қалды. Бірақ Сьюзан ол екеуінің де қолынан ұстап үлгерді. Алайда оған екі баланы да ұстап тұру қиын. Анашым, мен сені жақсы көремін дейді Генри және оған екінші қолында беруін өтінеді. Марк сырғанай бастады. Ол қазір құлайды. Сьюзан Генриге қарайды да оның қолын жібереді. Ал Марканы жоғарға тартты. Өлтіруші тасқа құлады және оның денесін толқын жуып әкетті. Бұдан кейін Марк кейде ойланады. Егер Сьюзанға тағы да осындай таңдау келсе, ол тағы да осылай жасар ма еді? Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Фильм туралы өз ойларыңызды пікірге жазып кетіңіздер. Жаңа бейнелерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет және келесіде кездескенше.